Кедей жігіт байдың қызына ғашық болады. Олар үнемі айлы түнде де, шуақты күнде де кездеседі. Бір күні жігіт қызға үйленуге қатысты ұсыныс жасайды. Жігіт қолында бар ақшасына тек бір тал ғана гүл сатып алады. Өз күнін әрең көріп жүрген жігіттің күнделікті табысы тек кешкі асына ғана жеткен. Ұсыныс жасау үшін жігіт кешкі астан да бас тартты. Таңғы әрі түскі асты ішуге жағдайы жоқ жігіттің ұсынысын байдың қызы қабылдай алмады. Қыз жігітті қанша ұнатса да, болашағын ойлауға тырысатын. Сенің күнделікті табысыңды мен бір сағатта жаратуым мүмкін. Біз отбасы болған кезде қалай өмір сүреміз? Мен кедейшілікте өмір сүре алмаймын. Сондықтан мені ұмытқаның жөн. Өзіңнің теңіңді табуға тырыс. Мен сені ұнатам, алайда біз бірге бола алмаймыз, деп әлгі қыз жігіттің ұсынысынан бас тартады. Әрине, бұл қорлықты жігіт өмір бойы ұмытпайды. Арада 10 шақты жыл зу етіп өте шығады. Қыз өзінің бұрынғы жігітін орталық сауда орталықтарының бірінде кездестіреді. Қалың қалай? Мен өте білімді азаматқа күйеуге шықтым. Ол айына $15,000 табыс табады. Бұл жалақы сенің түсіңе де кірмейтін шығар, дейді қыз. Жігіт бұл сөзді естіп, өзін өзі әрең ұстайды. Қатты ашуланғанымен ол ештеңе айтпайды. Бір мезетте әлгі әйелдің қасына күйеуі келіп, «Мырза, қалыңыз қалай? Байқауымша, сіз менің әйеліммен танысып үлгерген секілдісіз», дейді. «Қайырлы күн, есіміңіз?» деді ол есіне түсіре алмай. «Әнуар», деп күлімсіреді ол. «Сізді көргеніме қуаныштымын. Менің маңызды жұмыстарым бар еді. Рұқсат етсеңіздер, мен жүре берейін», деді сыпайы қалпымен. Кейін Әнуар әйеліне өзінің бастығын таныстыра бастады. «Менің бастығым $100 миллион астам табыс тапты. Алайда тым қарапайым. Оның өмірі сынақтарға толы болды деседі. Менің естуім бойынша, ол бір бай қызды қатты жақсы көрген. Алайда әлгі қыз оны кедей болғаны үшін тастап кетіпті. Сол кезден бастап ол көп тер төгіп, көптеген қиыншылықтарды артқа тастап жетістікке жеткен. Сол себептен мен оны ең ақылды, білімді адам ретінде сыйлаймын, әрі үлгі алуға тырысамын. Бірақ ол өзінің сезімін аяққа таптаған қыздан кейін барлық әйел атаулыдан көңілі қалғандықтан әлі күнге дейін үйленбеген. Айтпақшы, сен әлгі әйелдің орнында болсаң, осындай жігіттен бас тартар ма едің, деп жымиып сұрақ қойды Әнуар. Ал әйелі әзілге айналдырып жіберді. Алайда іші өкініштен өртеніп бара жатқан еді. «Бәрі кеш», деді ол. «Өмір біз ойлағаннан да қысқа, ал сіздің қалтаңыздағы ақша сіздің қандай екеніңізді көрсетпейді. Сол себепті тәкаппарлық пен мақтаншақтық әрбір адамды қор қылады. Өмірде бәрі болуы мүмкін». Видео ұнаса, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонда келесі шыққан видео сізге бірінші болып көрінетін болады. Қош сау болыңыздар.